Бұл видеодағы ақпаратты білмесеңіз, кредит алуға асықпаңыз. Сіздермен бірге Қарызсыз қоғам, мұнда қаржылық сауаттылық жайлы. Банктен кредит алар кезде, соның ішінде ипотекалық шарттарда жатады, қарызды қайтарудың кемінде 2 әдісін ұсынуды талап ету керек. Көбі біле бермейді, кредитке ақша алғанға мәз болып, қол қойған қағаздарында оқымай, тек кредитті төлей бастаған кезде қиындықтарға тап болады. Кейбіреулері тіпті арада біраз жыл өткеннен кейін банктен алған ақшам осындай еді, уақытылы кешіктірмей төлеп жүрсем де азаятын түрі жоқ деп таңданады. Естеріңізде болсын, кредит беру бұл банктың сізге ұсынатын қызметі болғандықтан, оны қайтарудың кемінде 2 әдісін беру міндетті. Олардың біріншісі сараланған, яғни дифференцированный төлем әдісі. Бұл ай сайын мөлшері азайтылып отыратын төлемдер. Ал екіншісі аннуитеттік төлем әдісі. Бұл қарыздың бүкіл мерзімі бірдей төлемдермен қайтарылуы. Қай тәсіл таңдалса да өз артықшылығы бар. Оны әркім қаржылық жағдайы мен отбасылық бюджетіне қарай таңдайды. Толығырақ ақпарат алу үшін кредит сөзін комментарийге жазыңыз. Біз сізге осы 2 тәсілді егжей-тегжейлі түсіндіретін гайд жібереміз. Ал сізге қай тәсіл ыңғайлы?